Абатлық кеуілден басылынар мұдам. Ең шерін арзулар қанат тұруыған, қалбіңде, ісіңде әмел ет мұдам. Ел жұртқа тынышлық, аманлық керек. Хақиқатында да шайыр шын кеулі менен қалеген тынышлық әр біріміздің еркін минет етіп, арзуларымыздың бәленке қанат құмлауына өмірімізден разы болып жасаудай шүкіршілік сезімдеріне бөлейді. Қарайсызлықтың айдын күзары, инсан қадірі үшін шексіз имканиятлар есігін ашып беруші бақыт жолы болып есептеледі. Бүгінгі келешек әулет міне сондай мүмкіншіліктерден емін еркін пайдалану имканиятларына ие. Пайтақтымызда жайласқан Қарақалпақстан мемлекеттік тарихы һәм мәдениеті музейі келген адамлардың рухи жан дүниясына қозғау салып, ондағы әрбір экспонатлар бізді және де илһамландырады, ой санамызға қозғау салады. Жақында ғана сол музейді тамаша ету үшін келген Бестөбе ялатында жайласқан 30-ші салы Ұлма білім беру мектебінің оқушылары саяхатта болды. Бүгін міне қаламыздағы ең бір ітібарлы, һәм дүния жүзіне белгілі ата-бабаларымыздың бір мақтанышымыз болған осы Қарақалпақстан мемлекеттік тарихы һәм мәдениеті музейіне саяхатқа келдік. Саяхатқа келудегі тек ары мақсатымыз оқушыларымыздың білім һәм көлікпелерін және де асырып, олардың түсініктерін кеңейтіп барудан ібарат. Музейге келгенімізге оқушылар әрбір экспонатқа қызығып, өзінің сұрауларын беріп, келіп өзлерінің қызығушылықтары бойынша сұрауларына жауаплар алды. Біз бұл арқалы оқушыларымыздың мектебімізде олар музейден барып, өз тәсірлерін қағазға түсіруге әрекет етеді. Біреулері проза бағдарында жазса, базылары поэзия бойынша қосық қатарларында түсіруге әрекет етеді. Қыл қалемге қызығушы, яғни бояуда, сурет салуға қызығушы оқушыларымыз болса, оларды картиналарда суретлеуге әрекет етеді. Олардың барлық қызығушылықтарын инабатқа алып, біздерді осы музейге саяхатқа баруға, бұнан басқа да көптеген орынға саяхатларға баруға шөлкемдестіруге біздерге жақыннан жәрдем беріп отырған мектебіміз директоры Арзыгүл Қосжановаға, сонымен бірлікте кітапханашыларымызға, класс басшыларына, ата-аналарға өз minnettarchiligimni білдіремін. Сонымен бірге, мысалы, өз жұмысымызды өткен жылдан бастаған болсақ, көп қана жетістіктерге ерістік. Оқушыларымыз осындай орынға келіп, көп қана өздеріне илһам, еш алып, түсініктерін байытып, ана отанымызға болған өздерінің садықлығын, перзентлік парызларын еледе кеңейтіп, өздерінің білімлерін жетілдіріп келмекте. Жетістіктерін сол орында айтып өтуді мақұл деп ойлаймын. Шахноза Абуова деген оқушымыз Нөкіс қалалық басқышта Ибраим Исуов шығармалар білімданы таңлауының Нөкіс қалалық басқышында 52 мектеп ортасында бірінші орынды алуға миясар болдық. Жаңабаева Шахида деген қызымыздың тұңғыш кітабы баспадан шықты. Наубахар Таңырбергенова деген қызымызда Мушайралар кешесі таңлауында Нөкіс қалалық басқышында екінші орынды алуға миясар болды. Онан тысқары суретлеу өнеріне қызығушы оқушыларымыз бар. Жасмина һәм Сабрина деген қызларымыз сол бағдарда өзінің қабілетлерін және де рауажландыруға өзінің шұғылданып келмекте. Музейге келгенде әсіресе олар табиғат бөліміне көбірек қызығып, сол жерде өзінің сұрауларын берді. Оларды қызықтырған нәрселер жабайы табиғаттағы бұрын көзге тасланбаған, хайран қалып, мына нелер қалай, біздерде болған ба, бұлар не істеген, қалай жасаған өзінің сұрауларын берді. Сонымен біргелікте мына портретлерге қызықты. Бұл кісілер кімлер? Бұлар міне Сейфулғабит Мәжитов, Аллайыр Досназар портретлері хақында, Ерназар Алакөз, Айдос Баба портретлерінің хақында өзінің сұрауларын беріп, түсініктер алды деп ойлаймын. Сонымен бірге сондай саяхатлар және басқа орынға саяхатларымызды еле біздер давам етеміз. Осы арқалы біздер кітап құмар, мектебімізді кітап құмар һәм әдебиет сүйер оқушыларымыздың санының қатарының көбеюіне өз үлесімізді қосып отырғанымыздан қуаныштымыз. Мәдени орынларға саяхат шөлкемдестіріп, жаңа да дөретпелер үшін жаңа илһамларды алып келмектеміз. Арал теңізіне арналған қосық. Бір уақытлары толып тастың бұрқырап, балықлардың барлық түрлерін санап, ойнап өстім, сенің саған жағалап, қайда кеттің менің арал теңізім. Құяш нұры құшағыңа батыпты, бұл апат жүреклерге шаншылды, әуелгіден қаддың түсіп қалыпты.
Қайда кеттің, менің арал теңізім? Бұрынғыдан суың азайған екен, халқың сенің балықларыңнан жеген, демек олар солай күн кешірген. Қайда кеттің, менің арал теңізім? Сексеуіллер шаң тозанды тоқтатып, бізге таза хауа беріп тұрыпты, енді саған бір өмірге жантасып, шағалалар келе алмай тұрыпты. Балықларың сені еле күтпекте, сырт еллерден туристлер де келмекте, дүния жүзі машқаланы шешпекте. Қайда кеттің, менің арал теңізім? Мектептегі әрбір оқушының кеуілінде бүртік жарып кетірған ілхам нәлшесін ертеден аңлап, оларға дұрыс жол жоба көрсету, әлбетте сол жердегі үгіт-насихатшылардан үлкен ытыбарды талап етеді. Жұмагүл Ембергенова да әдебиетқа, мәдениетқа қызығушы таланттыларды ізіне ертіп, оларға қолғанат болып, бар мехрін һәм ақыл-насихатларын беруден ешқашан зерікпейді. Бүгін біздер Қарақалпақстан мәдениет тарихы музейіне келдік. Һәмде бұл жерде көплеген тарихымызға, яғни ата-бабаларымыздың бұл жерде қалай жасап өткенлігі, һәмде қандай өмір кешіргенлігі хақында көплеген мағлұматқа ие болдық. Яғни бұл жердегі әрбір тарихи экспонаттың өзі әрбірімізге, әртүрлі дөрекпелерімізге жүдә көплеген имканият һәм күш берді. Бұл жерде ата-бабаларымыздан келген шайырлар, жазушылар, әртүрлі экспонатлар, музейлердегі хайуанатлар, бұлар Қарақалпақстанның әрбір мүшелерінде жасап өткенлігі хақында үлкен мағлұмат берді. Бұл жерде бізде Қарақалпақстанның тарихын біліп қалмасаң, ол жерде мәдениет орайын, яғни хаял қызларымыздың қандай киім-кешекте болғанлығы хақында көпкене мағлұмат болдық. Таңым атып, құяш нұрын кескенде, нәупір дария маған көзбен ілгенде, көксімдегі жүрегімнің бір орын сағыныш деп аталады өмірде. Сезім бүгін міне таң атқанда, жырақлап кеткенім сезілді бүгін, сен сағынның ауылыңды деп мұдам саза берді жүректегі нәл бүгін. Аспандағы жұлдызларым басқаша, жатсам тұрсам жүрген орным басқаша, бір аспан астында тұрсам да бірақ кеткен екен мен ауылдан жырақ. Кетерімде ойнап күлемен дедім, дүнияға саяхат қыламан дедім, қыдырсам да ойнап күлсем де бірақ тұрады сағынышым көксімде жырақ. Ата-анам көздерінмен сағындым, жолы бағу мехрінмен сағындым, топырағым ойнап өскен жерімді күліп тұрып ішім отлай сағындым. Мен қандай бақытлы инсан екенмен, туылған жерім бар, ата-анам бар, мияссар болама кейбір инсанлар, бұндай бақыт тәжіміне бір мақал. Дегенінде бұл жерде әрбір инсан өзінің топырағын, яғни ана отанын сағынады. Біздер де осы жерге келіп көплеген мағлұматларды біліп алдық. Мәдениет орайы, яғни музейге келіп, бұл жерді аралап, әртүрлі тарихи нәрселердің бәрін куәсі болдық. Көп қана портретлерді, һәм бұл жерге тикар салған инсанлардың өмір жолыменен таныстық. Бұл жерде өздеріміз алдын көрмеген, білмеген нәрселерімізді де көрдік, һәм тарихта қандай нәрселер пайда болған, қай жерлерде қандай нәрселер істетілген, бұл жерде қандай нәрселер бар екенін бүгін куәсі болдық. Поэзия гүлдәстесі, проза жанры. Оның екі ағысында мәуіш ұрған толқынлар талай ғана. Әрбір жазушы өз қалемінде мазмұнлы һәм ытыбарға лайық дөретушілік етіп, жақсы шөкілместірушілік құқығына ие болғанда ғана тарауда жаңаша дәуір нәпесі сезіледі. Бүгінгі ғарисізлік берген имканиятлар менен ұсындай ұлы басламалар негізінде де келешектің қалемі өткір жазушы һәм шайырларын, талантлы көркемөнер иелерін жетілістіріп шығаруға қаратылған.